Сәлем достар, алдағы сабақта біз Қытайдан заказ берген затымыз почтаға сортировочный центрге келдік дедіге. Енді біздің затымыз, мінекей Қазпочта приложениесіне кірдім. Енді біздің затымыз сортировочный центрден уже хранениеға өтті. Мінекей 20-сында хранениеға өтті. 20-сында сортировочный центрға келген 13:51-де, 14:16-да на хранение өтті. Енді бұл жерде мінекей адресі бәрі жазылып тұр, мінекей Жезқазған, Сейфуллина 43. Енді осыны барып мен қазір аламын. Сосын сіздерге не көрсетейін дегенмін. Бұл жерде мінекей мына жерде перенаправить деп бассаңыз, курьермен үйге алып келуге болады. О жердегі любой пунктті таңдап, сіздер мысалы бармай, үйге шейін курьер сіздерге ақшаға әкеп береді. Ендігіде мен қазір почтаға барам, себебі мен сіздерге көрсету жолын қалай алатын, соны бәрі мен сіздерге түсіріп көрсетім кеп тұр. Сол себептен қазір мен почтаға барып сіздерге көрсетемін. Қазпочтаны затымды алдым. Ешқандай менен ақша сұрамады за килограмм. Сол басында заказ берген кезде неде отслеживаниеде шығады ғой, төлесін деп за доставку за килограмм. Сол жерде ғана төленеді. Қазпочта алған кезде ешқандай ақша төленбейді. Мінекей мына жерде менен жай ғана удостоверение сұрады, адресімді сұрады, қай адресте тұрамын, и все затымды тауып бердім. Мінекей ешқандай келген кезде менен ютубтан сұрайды, келген кезде килограммын төлене ма деп. Келген кезде ешқандай килограмм төленбейді. Тек қана Қазпочтаға келесіздер, удостоверенияларыңызбен заттарыңызды алып кетесіздер. Енді қазір мен сіздерге распаковкасын көрсетемін. Мінекей қазір сіздерге мен распаковкамды, затымды ашып көрсетемін. Мына осындай пакетпен жабылып келеді бұл жерде. Қазір енді ашып көрсетемін. Ішінде тағы да пакет салынды. Бұл пакет Қазпочтаның пакеті мынау. Астында өзі Қытайдың пакеттері. Қытайдың пакеті. Мына біздің алған пергаментный бумагамыз. Осыны ашып көрейік. Екі штук заказ бердім. Качествосы жақсы. Мінекей біздің осындай для теста берген затымыз. Тура суреттегідей болып келді. Өте жақсы. Енді мына жерде Қазпочтама кірсем, бұл жерде менде уже товар алғаннан кейін мына история қарай кетті. Үстіндегі менің алған товарым мінекей вручено получателю деп жазылды. Пиндододан Қазпочта арқылы заказ жасасаңыздар, осылай келу жолын бәрін қарасаңыздар болады. Бір айдың ішінде келді менің заказым. Осылай сіздерде қалаған заттарыңызды заказ берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.